Ал солтүстік Қазақстан облысының прокурорлары 2015 жылдың алғашқы жарты жылдығында атқарылған жұмысты қорытындылады. Әділет департаментінде өткен халқа мәжілісінде қордаланған борышты мемлекет пайдасына өндіріп алу туралы атқарушылық құжаттарды орындау, жол көлік оқиғалары, нашақорлық мәселелері қарастырылды. Бүгінгі таңда облыстық сот орындаушыларының орындауында жалпы сомасы 600 миллион теңге құрайтын, болашағы жоқ 2000-ға жуық құжат бар. Сот шешімінің орындалмауы көп жағдайда борышкерлердің төмен жалақысы мен сот орындаушыларының жұмыс жүктемесінің шамадан тыс болуы салдарынан. Айталық, бір маман бүгінгі таңда басқа маңызды міндеттермен қатар 700-ге жуық орындау құжаты бойынша жұмыс істеуге мәжбүр. Бұл өз кезегінде үлкен қателерге әкеліп соқтырады, дейді прокурорлар. На 1 октября 2015 года мемлекет пайдасына өндіріп алуды тексеру барысында 300 бұзушылық анықталды. Олардың 95-і толық орындалды. 21 іс бойынша тұлғалардың қарызы жалақыдан ұсталып келеді. 27 адамға іздеу салынды. 43 құжат қайтарылды. 5 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Арнайы комиссия әр сот орындаушысын тексеруден өткізіп, нәтижесінде қателерге жол берген 6 сот орындаушы қызметкер тәртіптік жазаға тартылды. Алқа отырысында сонымен қатар жол қозғалысы қауіпсіздігі туралы заңның орындалуы сөз болды. Облысы бойынша 2015 жылдың 6 айында өткен жылмен салыстырғанда адам жарақаты 12%-ға азайған. Жолда қаза тапқандардың саны 5%-ға кеміген. Вы как показывает на сегодняшний день аналитика, Биыл өңірде 192 жол көлік оқиғасы орын алды. 259 адам зардап шекті. Олардың 31-і көз жұмды. Тәжірибе көрсетіп отырғандай, қайғылы жағдайлардың басым бөлігінде жаяу жүргіншілер кінәлі. Айталық, осындай 7 оқиғаның 6-ында жүргіншілер алкогольдік ішімді қабылдағандар. Жауапкершіліктің қатайғанына қарамастан ережені сақтамағандардың саны азаймай отыр. Әлі де рөлге мас күйінде отыратындар да кездеседі екен. Прокурорлар сонымен қатар нашақорлардың мәселесін де сарапқа салды. Жиында айтылғандай, өңірдегі есірткіні қабылдайтындардың саны 3 жылдың ішінде азаймаған. Сопоставив те учеты, которые Біз сарапқа салған алғашқы мәселе, есірткіні мөлшерден тыс қабылдап медициналық мекемелерге түскендердің саны 3 жылдың ішінде 700 адамға жетті. Олардың 42,5%-ы ғана есепте тұрғандар. Қалғандары бұған дейін бақылауға алынбағандар болып шықты. Сондықтан нашақорларды есепке тұрғызу мәселесін көтеруді жөн санадық. Медицина мекемелері, ішкі істер органдары мен тағы басқалар өз есебін бөлек жүргізеді екен. Өзара ешқандай байланыс жоқ. Жиын барысында алқа өкілдері баяндамашылардың есебі мен ұсыныстарын тыңдап, өкілетті органдар мен мекемелердің жауапты басшыларына тиісті мәселелерге байланысты жұмысты күшейтуді тапсырды. Әсіл Оразбаева, Орал Әмренов, ақпарат.